отау құрып отбасылық өмірдің қызығы мен шыжығына толы кезеңнен бастап кеттік. Жолдасым отбасыдағы жалғыз ұл болғандықтан біз оның ата-анасымен бірге тұрдық. Ата-ененің қолында тұрғаннан кейін олардың көңілінен шықсам деп ойлайсың. Жас болғаннан кейін бір мінезім жақпай қалама деп уайымдап та жүресің. Тап ойлағанымдай уақыт өте келе енемнің бойымнан іздеген міні көп болды. Басында шынымен дұрыс жасамай жүрмін-ау деп істегенінің бәрін қайта жасап енемнің айтқанын екі етпедім. Бірақ неге екенін білмеймін, қаншалықта ол кісінің көңілін табуға тырысқанмен бәрі керісінше шықты. Тіпті жолдасы маған ренжіп кейде жанжал шығаратын болды. Сол аздай енем де отқа май құйып, сыртынан мені күйеуіме, көрші-қолаңға жамандап жүретін көрінеді. Осылай